өзен де жоқ, сыймаған арнасына. Жолға да жоқ даламен жалғасу. Таста тұнған жаңбырдың тамшысындай қалай біткен мына көл тау басына. Мөлдірейді, қарайды қарғашында, жалғыздықтан жамандық бар ма сірә. Қанша ғасыр өтті екен, қанша заман, қанша ұрпақ кетті екен қаншамадан. Қанша шырша өсті екен, құлады екен, жетім көлге қараудан шаршамаған. Жетім көлден су ішкен қанша марал, қанша киік қалды екен сай салада. Қанатынан үзіліп ән самалы, қаншама қо кетті екен аңсаған ән. Жетім көл толмағанда, болған өмір ұқсайды болмағанда. Сызат та жоқ, бетінде сызық та жоқ, айдынына аққуы қонбағанда. Қызғыштарға қиқулап қорғағанда, сорлағанға ұқсайды сорлағанға. Шүрегелер айдынын қорғағанда, көп құтандар қанатын қонғағанда. Деу дүние-ай, аққулар оралғанда, айдын көлдің есі жоғалғанда. Жетісіп бір жетім көл қалушы еді, тыным шетау теңселген қарамағанда. Таянғанда, аққулар қонарманда, басушы еді байызын бар арманда. Қанатынан аққудың балапанда, әні шатын сылпылдап таң атарда. Сүйікші бер дегенде бір толықсан, сыбырлайтын жетім көл алатауы. Тына қалып, бұлбұлда жағаталда, қарайтұғын айдынға ағытауға. Таң мен күннің арасы таянғанда, таудың басы алаумен боялғанда. Бірлетін тауда қалар тіршілік, қанатынан аққудың оянғанда. Көмейінде тәттіні былай қалып, жағатауда жас толпыл тұройланып, жетті аққулар түгендеп жетім көлін жағалауда ұшып жүр шыр айналып. Бірден көлге қонбайды құлай барып, сондай тұғын, аққулар сондай тұғын, асығыстық оларда болмай тұғын. Қомағай көк құтандар секілденіп, жалп беріп, жағаға кеп қонбай тұғын, сондай тұғын, аққулар сондай тұғын. Ақ мүсін айдынға кеп орнайтұғын, әлдилеп ақ төсінде бермейтұғын. Ақ айдын, ақ мүсінін термейтұғын. Бұл көлге мылтық алған саятшы емес, тірі жан аяқ басып келмейтұғын. Аққулар аман сен қайтқанымша, суына жетім көлдің шөлдейтұғын, суымен сырқаттар немдейтұғын. Ұрпақтан ұрпақ алып жалықпастан, сондай бір дәстүрі барды қалыптасқан. Заманнан заман өткен жаңарған жұрт, аққуын айдын көлін алып бастан, дәстүрін аттамаған анық басқан. Сондай бір дәстүрі барды жарық шашқан, бір ұрпақ қалып қашқан. Қайсы бір қиын қыстау ай күндерде шойрылтып түссе дағы қайғым белге, алаңсыз аққуымды атпасын деп, жатқаны дастарқанда жайдым төзе. Аққулар ұйықтағанда айдын көлде оралмады, аққулар осы маңда. Жылдар өтті, байқұстар шошығанда, жетім көл жетімсіреп қала берді. Арман-ай, аққуымен қосыларым. Бала жатыр төсекте албыраған, әке жатыр еденде қалжыраған. Түн күзетіп ана отыр қос жанары, шарасыздан шаршаған жаудыраған. Түні мынау
тамыздың маужырағын, тауың анау шымылдық салбырағын, биік барып жаралған жер бетінен сол байырғы жетім көл келбетімен, айдынында аққулар ұйықтап жатыр, сайдан соққан самалмен тербетілген. Жер бетінде, тыныштық көл бетінде, қауышыпты қар орман көлдетінде. Бала жатыр төсекте күйіп жанып, баласының анау отыр күйін бағып. Қайдағы бір қатыгез сұрқай ойлар миын қарып барады, миын қарып. Сарқытындай өлімнің қалған қарған, екеу болса дүние ярман бар ма? Ара кідік назарын аударады, төрт бүктеліп еденде қалған жарға. Қауіптеніп түндерде таңдарға да үн шығармай, іш қоса зарлауданы. Мана күндіз тауып шал кезеп кетті. Әлде өтірік, әлде шын демеп кетті. Аққумен баланы аластаңды, деді дағы жермен кетті. Тұрсаңшы, таяу қалды таң атуға. Неткен жансың санасын жаратылған. Манағы тауып шалдың айтқан сөзі ұмытылып кетті ме санатыңнан? Апырай, қалай барам, атармын аққу құсты қалай ғана, айдынан аққулар ұйықтағанда. Өлген мал, өскен шыша байлаған, барлығы қасиеттен қарайлаған, атамын, оқта қалай атамын, бармайым, бара алмайым, қарай балам. Жалғыз ұлдан артық па жалған бәрі? Балам өлсе бақыттың керегі не? Топан су басып кетсін қалғандарын. Перзент сұрап несіне армандадың? Құрысын, онсыз сен жанған бақыт. Мылтықта кел, ат тертсе, жалған бәрі.
Дүниені дел сал қылып, тамыздың таңы датты тамсандырып, сай-сайдан божалаған бозалатан таудағы тіршілікке ән салдырып, еміндіріп, еріксіз қар салдырып, бұлбұлға дүниеге жар салдырып, тамыздың таңы датты тамсандырып, қасқа таң бұлбұлыны көл бетінде, аққулар ұйықтап жатыр тербетіне, бас бағып жағады отыр жалғыз ана, таңданып тәкаппар құс келбетіне, тығып ап тұмсықтарын мамығына, айдын төсек аспанды жамылуда, арша шырша жартастар жағадағы сұғынып бәрі көлге табынуда, аласұрып қан ойнап тамырында, ана жүрек тапыршап қабынуда, не қыларын біле алмай жабығуда, асқар белден күн нұры шашырады, шашыра болда көлге бас ұрады, құс аппақ, айдын аппақ, нұры да аппақ, аппақ нұрға қосылады, көл көкке, көк көлкеге басылады, ұйқысы аққулардың ашылады, сұлулыққа соқтанып қашып әлі, ана жүрек сол кетіп басылады. Қызғанып, қызғаш байқыз шыр айналды, абыржып ана көңіл мың ойланды. Ғазиздің көзінде емес көңілінде айдын көл астан кестен байланды. Дәстүр, ырым, жайымен құдай қалды, жалғыз ұлдан басқасы былай қалды. Айдынның аққуының орнынан көргендей көзі тініп құмайларды. Аққулар, аққу мойын сүнбе қанат, алаңсыз тарануда күнге қарап, айдынның еркелері білмей тұрмын, етермін тағдырымды кімге аманат. Жаны сұлу, ақ еркем ары сұлу, бір мамығы майысы ауыр сынап, тарақ етіп тұмсығын тарайды кеп қауырсынын, құм тұрса да бір түйір ауырсынып, жаны сұлу, ақ еркем ары сұлу, ақ қанатын сабалап асыр салып, бірде суға сүңгиді басын малып, ойнасыншы, ойнасын ерке құстар, тыныштығын олардың қашырмалық. Мерген отыр жағада, ей ақша бұлт, жаулығымен оларды жасырып арып. Бас бағада шыршаның қалқасынан, қаруынан қолынан қан сасыған. Ал аққулар тарануда, сусып түсіп суын жағар қасынан, қарайтына шыршаның қалқасынан. Соңғы жоқ шығар мені өткен, құлынымның қасына неге кеткен, ошақ қасы отбасы көрмеппін ғой. Дүнияу, сен осындай керемет пен. Ана отыр, озбыр ойлар қамалауды әлдекім табалауды. Аққулар ағайдынды қалдырды да тартты кеп, ана тұрған жағалауға. Шошымай шолжан өскен батырларын, ана тұрған шыршаға жақындады. Көзі тұнған бейбағын топ аққуға, білмей қалды мылтықтың атылғанын. Көздің алды көк түтін, ақыл жарым, білмей отыр жаңағы тыныштықтың сүт ұйыған тегешін сапырғанын. Ұю көл маңы астан кестен, жер айналып, тауқылап аспан көшкен. Жаңғырғып жар салып жартастар тұр, жетім көлдің қайғысын бастан ешкен. Көріп біліп, таныпты тастар естен. Алып аспан астында сый алмай бір, айдын көлін аққулар қиялмай жүр. Мөлдіреген жетім көл көкке қарап, мөлтілдеген көз жасын тыя алмай тұр. Айдын көлін аққулар қиялмай жүр. Сан айналып сұңқылдап ұшты дағы, сапар жолға мезгілсіз түсті дағы. Бетін түзеп батысқа бағыт алып, қарғыс атқан мекеннен күсті бәрі. Тау жаңғыртып, тамаша құстың әні, қош айтысып көлменен ұшты бәрі. Көл бетінде көлбеңдеп жаралақ қу, ұша алмайды, ұшпақ боп күш қылады. Сыңар қанат, сынық құс байлауда тұр, тағы бірі айдында жайрап жатыр. Қанарлас қалқыған мамығымен жетім көлдің толқыны ойнап жатыр. Қасиетке оқ айтқан жойған бақыр, қалай алып кетерін біле алмастан, сүле сопа жағуды ойлауда құр. Жетім көлден сән кетті мана тұнған, аққу кетті, ән кетті қанатында. Асқар таулардан асып әрі, шың құздардың үн қалды қабатында. Аққу әні естілмей қалатын ба, алатаудан үзіліп қара тауға, жаңғырығып жартастар таратуда. Жетім көлдің басында жылқы жатқан, дөңге шығып қарт тұрған жылқы баққан. Апырай, бұл кім болды таң сәріде? Көргенсіз көл басында мылтық атқан, құстардың зәре құтын шырқыратқан. Мылтықты атарлықтай көлге келіп, апырай жоқ еді ғой деді желіп. Мылтық даусы құстардың шулағаны, шыдамын алды қарттың берген делік. Жүрдің
sıraдағы. Білейін, табайында бір амалын, қарулар қазаққа құрықпенен, болмаса қалай қайрат қыла аламын. Жөн болар, алыстырып сұрағаным. Ақ көрік, батысқа бет түзеген, қамшы басты атына шыдамады, алыстырып ақырды қыр басынан. Бұл жердің берекесін кім қашырған? Өңім бе, түзім бе деп таңданады. Көз алмай орамалдыр қашыды. Көз алмай сүле сопан тұлғасына. Өнердің жанып бітіп самшырағы, жүзімде қасіреттің тамшылары. Бұл айдында айырылмай жүзуші едік, бізді айырған тағдырдың қайсынағы. Жүзімде қайғымының тамшылары, қайғыға қалай енді жан шыдайды. Әзәзіл сынарымды алып кетсе жаратқан, мені неге шақырмайды. Аққукөл, сен яман бол жұмақ едің, аққуға тұрақ едің. Біздік өлік ем болса, адамзатқа сынарым мені қоса ала бердің. Адамзатты досыма санап едім, адамзат адам болсан саналайды. Аққукөл, ендігі атын жетім көл ғой, жетім болып сен мұнда қала бердің. Мен болсам, сынарым мен кете бердім, тәңірдің құшағына. Қош есен. Ей, жүрдің күресінде жаның бар ма? Аққуды неге атасың, арың бар ма? Тастағын қаруыңды келгін бері кеудеңде жаның бар да. Байқұс әйел үн-түнсіз жылап тұрды. Қарттың үні меңзең қып құлақ құрды. Қолындағы мылтығын құлаштап кеп бөгелмей жетім көлге лақтырды. Қартқа қарай ақырын аяңдады, қарусызға қарт келді, аянбады. Көзінен жас, көңілінен зары төгіліп, болған жайтты келіні баяндады. Ана күндіз тәуіп шал үйге келіп кетті. Аққу менен баланы аластаңдар, деді дағы жайымен жөнеп кетті. Мен бейбақ сол бақсының айтқан сөзінен еріп, аққуды қозағынан айырдым ата. Ей балам, болмады ғой. Қасірет кетті көлден сорлады ғой. Тәуіптің айтқанының бәрі өтірік. Атқа мін, қайт ауылға, олжаны қой. Мін атқа, қайт ауылға тағат қыл да, білмеймін бабаттың ба, сораттың ба. Аққуға кезенерде ырым жасап, тым болса саусағыңды қанаттың ба. Әлек боп арпалысып сорқайлы мен. Жоқ ата, жасамадым ондайды мен. Жасымнан естігенім бартын еді. Әйтеуір аққу атқан оңбайды деп. Солай, аманат бір құдайға. Қайдаған түседі құрғырбайға. Ат басын шұғыл бұрып тайып тұрды. Қарт тастап нелер сұмдық сырды бойға. Бәрі ұмыт, бақытында, байлығында, күлкі шаттық күйзелткен қайғымында. Жетім көл жетімсіреп қалып қойды. Бір өлі, бір тұрақ қуайдынында. Бары білсен көңілі шайлығуда, байқұс ана еркінен айырылуда. Әлденеден сұм жүрек сескенеді, ара кідік әлдене ес береді. Табиғаттың, таудың да, аққудың да байқұсқа болмай қалды еш керегі. Келеді ана, сезбейді ештеңені. Бай ұмыт, әлсіз жатқан балады ұмыт, қайтқан қостай алыстап барады үміт. Көліменен қоштасқан аққу үні құлағына келеді ара кідік. Өмір емес, өмірі қораштайған, байқұс ана тірліктен қалас қалған. Келеді ана қара бет қарақшыдай, ел мен жерден бір жол аласталған. Аппақ нұрды көре алмай ақ аспаннан, түн-түнекте бейне бір адасқан жан. Абыр-сабыр үймаңы дүрбелеңді, алғаш ана абыржып білмегенді. Ат үстінен түсе алмай қатып қалды, мелшиіп білмей тілмен үндегенді. Білмейді, қайда келді, кімге келді, өң бе, түс бе, әйтеуір таласуда, өліменен тірінің арасында. Отырғандай жетім көл жағасында, аққу жатыр көзінің шарасында. Аунап түсіп, атынан үйіненді, есіне алып, ерінде баласында, өліп жатқан ұлына қарасында. Қалсын ана жетім көл жағасында, өліменен тірінің арасында. Аппақ нұрмен шомылды байналана, ақ сәулемен айтынның ойнағаны. Көз алдында құлақтан кетер емес, таңда болып тамылжып сайрағаны. Көз алдында аққудың жайрағаны. Сыңары қанат, сынық құс, жаралы аққу, өлі аққудан кете алмай айналады. Ақ төсек, әппақ айдын, аққу бала, жаралы аққу секілді жаттың бана. Мына жатқан жетім көл, мына аққуды өз қолымен өлтірдім, аттым жаңа. Жоқ, мен емес, мен атпадым. Кеше гөр жаратқан.
Ғазиз ана ербеңдеп екі қолы жиылған жұртқа қарап алақтады. Күледі, бірде жылап зарланады, көкке қарап бекерге қарманады. Бірде үнсіз мелшиіп тыңдайды құлағында аққудың арман әні. Алдымен жұрт үн-түнсіз таңданады, қыбыр-сыбыр артынан жалғанады. Бірде ана көкке жайып алақанын. Қазір ботам, құлыным, мінеки, аққу мені шықтайды. Қазір ботам, жазыласың құлыным, қазір ботам. О, Қасиет! Қасиет! Қасиет, сорында қалыңдығы шашындайды. Қасиеттер ұшып кетті. Қасымдағы досындайды. О, Қасиет! Сол кеткенмен мол кеттім, оралмадым. Жердің саймын, жалғыз ақ сол арман. Қиын екен қимастың екі бірдей, көз алдында ғайып бол жоғалған. Көрдің бе бір-біріне дөп келуін, бір қырсықпен шектелуін. Баламай мына өмір дарияның, білмейсің қайда екенін өткенін. Аққулар, аңыз көп қой олар жайлы, көзіңмен көргеніңдей бола алмайды. Тек қана тыныштықта ұйықтайдылар, шошыса екінші рет оралмайды. Орнында екен жетім көл жоғалмапты, ортаймапты, немесе тола алмапты. Жағалауын жауыпты жасыл жалбыз, қасиетті аққулар оралмапты. Silent, I can wait in silence. Or is this a storm inside my head? Nothing, I just got to nothing. So I've into everything you said. Hear one more, hear my voice. Silent, I can wait in silence. I've been to shake and make some noise. Undo myself, undo my hurt so bad, undo my pain, one day away. I know that I love you, at last I know what I should do. Undo myself.
Arayalım, Bağdatçılar, kaytarma balası. Барлықтарыңызға рахмет. Ендеше ән орындаған Самат қызыл мекен. Музыкалық режиссер Оразхан Ерхан. Техникалық режиссер Сейтен Самға. Костюмдарға көмектескен Жанбез Данияға. Ақ қауіпсін жас әдебиетшілер мен журналистердің президенті Тартанова Диана. Барлықтарыңызға рахмет. Ендеше осы кештің нүктесін қою үшін ортаға сүйікті де сүйкімді директор ханымыз шақырамыз. Жылай Рахымбайқызы. Ал құрметті қауым, құрметті ұжым, оқушылар, бүгінгі мынандай керемет бізге демалысты, осы неше түрлі сезімді оята білген біздің сүйікті, жақсы көретін оқушыларымыз. Бүгінгі мынау енді бірінші рет болып жатқан дүние болғандықтан керемет қойылым қойдыңыздар. Барлығын ерекше атап өттіңіздер. Енді бас қоюшы режиссерді атамадыңыздар ау деме? Ол сіз емессіз бе? Сіз ол тек қана басшылықтың рөлінде ойнаған. Енді қандай болса да сіздерге барлықтарыңызға көп рахмет. Мынау өнерлеріңіз өрге жүзсін. Осындай енді аққулар ұйықтағанда деген Мұқағалидың шығармасы өте қиын. Оны алып шығу да қиын болады. Но бүгін сіздер барынша қолдарыңыздан келген, бойларыңыздағы бар өнерлеріңізді салып, бізге соны көрсеттіңіздер. Біз кәдімгідей сол Шайтан көлдің басында, осы аққулардың жүзденін, жаңағы ананың жақсылық пен жамандықтың арасындағы арпалысында көріп үлгердік. Барлығын енді бір жарты сағаттың ішінде сіздер бізге көп мәлімет бердіңіздер, көп сезім сыйладыңыздар. Сіздерге көп рахмет. Мына өнерлеріңіз өрге жүзсін, биіктей беріңіздер, самғай беріңіздер. Аққу қандай әдемі болса, сіздердің де өмірлеріңіз сол әдемі болсын. Қандай әдемі айдында жүзеді, сондай өмірлеріңіз айдындай таза болсын. Алдарыңызға қойған мақсаттарыңыз әрқашан орындала берсін. Мақсаттарыңыз орындалып, армандарыңыз сіздерді биікке жетелесін. Біздің ақ қауырсын деген былтыр өзі бір ойдан, қиялдан шыққан керемет клуб болатын еді. Міне бүгін біз сол клубтың кәдімгідей жемісін көріп жатырмыз, нәтижесін көріп жатырмыз. Менің ойымша, бұдан әрі қарай сіздердің мүмкіндіктеріңіз өте көп. Оны одан әрі қарай жалғастырыңыздар. Мен тек қана, мен ойлаймын, мен ғана емес, барлығы осы мектептің анау кіреберістен бастап барлығымызға дейін сіздерді тек қана құптаймыз, сіздерге мүмкіндік береміз. Осы барлығын көрсете алсаңыздар, қандай жағдай болса да мен сіздермен біргемін. Мен сіздерге барынша қолынан келген көмегімді көрсетемін. Мен емес, біздің ұжым. Мен жалғыз атып шықпайды. Осы апайларымызбен ғана атып шығады. Осы мен ойлаймын, ұжым менімен әріптесте барлықтарыңыз келсесіздер деп, менің
біздің алдымызда үлкен міне мүмкіндік көрсетті. Енді бұны одан әрі қарай алып шығуымыз керек. Барлықтарымызға көп рахмет. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық. Осы оқып жатқан білімді одан да күшейте түсіңіздер. Бүгін енді ортамызда Арайлым мен Гүлнұр екеуі 11-ші сыныптың оқушылары. Бұл кісілер кетіп қалса, орындарыңызды басатын кәдімгідей керемет орынбасарларыңыз, нелеріңіз бар екен. Оған мен өте қуаныштымын. Сіздерге алдарыңыздағы тұрған сынақты жақсы өтіп, бізді тағы да бір рет қуантыңыздар. Осылай өнерлеріңізді одан да әрі дамыта беріңіздер. Барлықтарыңызға көп рахмет. Енді біздің ұжымның атынан бірінші Сәбира апай, ана нені алыңыз? Сіз енді осы мектептің осы балалардың бірінші қадамына сіз шашып, осы апайдың жолын берсін сіздерге. Осы апайдың еңбегі, осылай үлкен ұжымда үлкен орын алыңыздар, ұлағатты ұстаз болыңыздар, өмірде ұлағатты ұстаз болыңыздар. Сіздерге осы міне Сәбира апайдың жолын берсін деп әдейі Сәбира апайды шақырып, сіздердің алғашқы қадамдарыңызға шашу сіздікі. Енді шашуды өзіңіз шашыңыз. Құрметті біздің аяулы шәкірттеріміз атымызда кереметтей өнер көрсеттіңдер. Сендерді басшылыққа алып, сендермен күні-түні бірге жүрген Шыңғар ағайларыңа үлкен алғысымызды айтамыз. Біраз болды, оның айының алдында біраз қоғамды деген қойылмай кетті. Бүгін толқып отырмыз, шынын айтсақ. Барлықтарың өнерлерің өрге жүрсін. Алған қадам, бүгінгі бірінші бастаған қадамдарың құтты болсын. Тек биіктен көрейік. Уәлихановтың атын биікте шырқататын да сендерсіңдер. Біздің болашағымыз сендерсіңдер. Бақытты болыңдар. Тағы да құтты болсын бүгінгі қадамдар. Құрметті көрермендер, енді әріптестер деп айтпайық, енді көрермендер, бүгін енді айтады ғой премьера, алғашқы қадам. Енді алғашқы қадамына осы балалардың басын біріктіріп, осындай клубтың жұмысын жандандырып жатқан, мен енді барлықтарыңыз келсесіз деп ойлайсыздар. Мынау ықылас күлін осы біздің мектептің директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасар Қызырхан Шыңғарға. Осындай балаларға керемет мүмкіндік беріп жатқандарыңызға. Енді біздің қалай дейді, апайларымыздың, ұстаздарымыздың атынан біздің кішкентай презенттерімізді қабыл алыңыздар. Ішінде мынау Шыңғар ағай сіздікі аманат, балалар сізге аманат, кітаптың аты аманат. Мына жерде барлығы Мұқағали аталарымыздың кітабы. Сол сіздерге үлкен жол ашсын. Сол кітапты оқыңыздар, көбейтіңіздер, өздеріңіздің білімдеріңізді еселете беріңіздер. Сіздерге көп рахмет. Тағы да көп рахмет. Өнерлеріңіз өрге жүрсін. Енді үлкен рахмет. Гүлнар апай, сіз алыңыз. Мынаны кім? Әдебиетшісіз ғой. Мынау да осы балалардың несіне. Құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар, міне біз бүгін өзіміздің шәкірттеріміздің көптің алдына шығатындай бір үлкен өнердегі ісін көріп отырмыз. Әрине оның ұйытқысы болып отырған Шыңғар ағай, сізге көптен көп рахмет.
балалардың әлгі бұлақ көрсең көзін аш дейді ғой, көзін ашқандай балаларды міне жетелеп жатсыз, еңбегіңіз жана берсін. Ал біздің аяулы шәкірттерімізге зор денсаулық тілеймін. Өнерлерің әрқашан осындай өрге жүзе берсін. Оқуда да, барлық осындай қоғамдық істерде де алдыда болыңдар. Осылай алдыда жүрсеңдер жаман болмайсыңдар. Бағанан бері жақсы тілектің бәрі қабыл болсын, қадамдарың құтты болсын, өнерлерің тағы өрге жүзе берсін. Құрметті әріптестер, құрметті шәкірттеріміз, оқушылар, бүгінгі кеш сыйлағандарыңа көңілді көп рахмет. Ең бірінші Шыңғырағай сізге рахмет. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Алдыңыздағы шәкірттеріңіз, енді шәкірттеріміз бәрімізге ортақ қой. Сол шәкірттеріңізді биіктерге шыңдай беріңіз. Ең алдымен мен бірінші айтып кететінім, мына былтырғы жылдан бері Гүлнұр мен Арайлым осы Шыңғырағаймен бірге талай биік белестерді бағындырды. Енді алдағы өмірде үлкен сынақ тұр. 11-ші сыныптарымыз алтын белгі мен үздіктерін ақтап, грантқа оқуға түсуге тілектеспіз. Ал одан кейінгі шәкірттер осы Гүлнұр мен Арайлымнан үлгі алса екен деймін. Бүгінгі кештеріңіз үшін көп рахмет. Мен енді қолымдағы торты бірінші мына мектебіміздің президенті болып отырған төреге табыстағым келіп отыр. Алда осы Шыңғырағайың сияқты сен де биік белестерді бағындырып жүре беріңдер. Барлықтарыңа көп рахмет. Осы мектептегі оқушылардың президенті Аққа Орсын клубының төрайымы, былайша айтқанда, бүгін сондай өнерлермен тәнті еттіңдер. Айналайын Диана, әрқашан осындай алдыда жүр. Осы өзіңнің артыңдағына үйретушілерің сені төбеңді көпке жеткізіп жүрсін. Алтын уақыттарыңызды бөліп, оқушылардың өнерін қолдауға келгендеріңіз үшін үлкен рахмет. Барлық қолдау көрсеткен кісілерге Гүлнай апайға рахмет. Гүлді тағы да бір неге беріп, тортты беріп жатыр ғой, енді Диана, сіз айтып жатыр ғой, керемет осының барлығын ұйымдастырып, Шыңғырағайыңызбен бірге жасаған. Осы гүл сіздікі, өміріңіз гүлдей болып, енді өзім деп айтпай-ақ қойын, енді өмірімде бірінші рет осындай сахнаға шығып өнерін көрсетіп жатқан балам әміреге берейінші. Рахмет сіздерге, көп рахмет. Мені де шәкірті ретінде өзімнің ұстазым Гүлнай Рахымбайқызы марапаттап жатыр. Мен де ұстаздан үлгі алған шәкірт ретінде өзімнің гүлімді, өзімнің шәкіртім Әлимова Гүлнұрға бергім келіп тұр. Мынау аманат деген кітапты Анайдымға табыстасам, рұқсат болса. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Келесі спектакльде жолыққанша аман сау болыңыздар. Dalada ешкім көрген жоқ па, пардон, обитант